Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздерге булочка синнабон рецебімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, сахарный пудра, қант, сары май, ертілген сары май, сүт, жұмыртқа, корица, дрожжи және творожный сыр. Алдымен біздер тестіға апара қоямыз. Оған жылы сүт, қант, дрожжи салып, жақсылап арастырып 5 минутқа қоямыз. Міне біздің апарымыз көтерілді. Осыған енді сары май, жұмыртқа салып араластырып, одан соң ұнды салып, жақсылап тесті басатын боламыз. Міне біздің тестіміз дайын, осындай болып шықты. Осының үстіне пищевой пленкамен орамал жауып, жылы жерге қоямыз. Тестіміз бір көтерілгенше. Міне біздің тестіміз бір көтеріліп шықты. Нан тақтайға ұн сеуіп, тестімізді жаямыз. Жайылған қамырымыздың үстіне жақсылап сары майымызды жағамыз. Тестімізға сары майымызды жақтық, енді қант пен корицаны араластырып, үстіне сеуіп шығамыз. Енді біздер осы тестімізді рулет қылып ораймыз. Мен противнімді дайындап қойдым. Енді синнабонымызды 5 сантиметрдей кесіп, 20 минутқа көтергенше қоямыз. Міне біздің синнабонымыз көтерілді 20 минуттан кейін. Енді осыны 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Синнабонның бетіне помадка дайындайтын боламыз. Творожный сыр, сахарный пудра, сүт қосып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің булочка синнабонымыз дайын. Жаңағы помадкамызды алып, суыған булочканың үстіне жағамыз. Достар, міне біздің булочка синнабонымыз дайын. Осы видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.